Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге осы трейдинг саласындағы ең бір шындықтарды айтатын боламын. Сіздер сол шындықтарды қабылдай білулеріңіз керек. Сіздер ол шындықты қабылдай алмасаңыздар, трейдинг саласына келмей қойыңыздар. Трейдинг саласы деген өзі негізінде былайша айтқанда сауда-саттық. Арзан қаласың, қымбатқа сатасың. Иә, ол бәрі түсінікті. Сіздер енді бұл видеоны былайдан көріп қалдыңыздар, ютубтан көріп қалдыңыздар, былайдан тиктоктан көрдіңіздер, ол маңызды емес, қайдан келсеңіздер. Бұл жерде маңыздысы сіздер аяғына шейін видеоны көруіңіз, және де пайдалы ақпараттарды алуыңыз, және де сіздер бұл трейдинг саласымен айналысқан соң дайын болуыңыз шындыққа. Сол шындықты мен айтам қазір, сіздер сол шындықты қабылдаңыздар. Біріншіден, сіздер трейдинг саласына келгеніңізде обязательно білім болмайды сіздерде. Білімдеріңіз аз болады, қатты болмайды. И соның кесірінен сіздер минусқа кетесіздер. Минусқа кетесіздер. Ол әрине шындық. Бірінші шындық. Екінші шындық. Сіздер арт жақтарыңызда ақшаларыңыз болмаса, білімдеріңіз болмаса, минусқа кеткен түк емес. Кредит аласыздар, кредитке кіріп кетесіздер, сондай бір жағдайға түсіп кетесіздер, жаман жағдайға түсіп кетесіздер. Үшінші шындық ол бізде көптеген сосын интернеттен іздейсіздер, адамдарды іздейсіздер, ана кісіні іздейсіздер, мына кісіні іздейсіздер. Сол арқылы сіздер соның кесірінен өздеріңізді жоғалтып аласыздар. Одан кейін біреудің курсын сатып алуға мәжбүр боласыздар. Біреудің 100 мыңдаған, 200 мыңдаған, 300 мыңдаған, миллиондаған курсын немесе стратегиясын сатып алуға мәжбүр боласыздар. Және де одан кейін тағы да сіздер қарызға кіресіздер, сол арқылы кіріп кетесіздер, косякқа кіріп кетесіздер, былайша айтқан кезде. Сол ғой. Ал төртінші шындығы сіздерде білімнің жетіспеушілігі, стратегияның жетіспеушілігі болады. Сол курсты алдыңыз, бірақ сізде әлі білім толығымен жетілген жоқ, стратегия толығымен қалыптасқан жоқ. Ол кісілер жай ғана бит шет жағын айтты, сіз бит білдіңіз, не екенін білдіңіз, трейдинг саласын, инструменттерді білдіңіз, ананы білдіңіз, мынаны білдіңіз, информациялардың бәрін миыңызға сақтап алыңыз да. Одан кейін сол информациялар сізге пайдасын бере алмай, былайша айтқанда сіздерді жан-жаққа шатастырып жібереді, өздеріңізді жоғалтып жібереді. Ал сіздер өйтіп қымбатқа алып, сосын сіздер өкінесіздер, қайғырасыздар, өздеріңізді жалғыз қаласыздар. Ондай кездерде болады сіздерде, ол жағын уайымдамаңыздар. Өйткені сіздер трейдерсіздер, трейдердің басынан обязательно өтетін нәрсе жалғыздық болады. Трейдер, мықты трейдерлер жалғыздықты басынан өткізеді. Қай трейдерді көрсеңіздер де жалғыздықты бір өзі басынан өткізеді. Және де сол жақта тағы да шындықтарды айтатын боламын мен. Және де өзімнің басымнан өткен жағдайымды айтайын мен. Шынымен де басымнан өткен жағдайлар. Сіздерге бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын мен? Өйткені сіздерді мен сияқты қателесіп кетпесін, мен сияқты дұрыс емес нәрсе істеп қоймасын деген сияқты сіздерге ескертіп айтқалы жатырмын. Ал енді тыңдаңыздар. Біріншіден мен енді бастаған кездерде 2020-да ма, сол кездері енді ғана бастадым. То есть бастағанда енді ғана естіп жүрдім, былай шет жағасын естіп жүрдім. Одан кейін 2022-де толығымен бастадым. Бірақ ол кезде мен болмайтын pocket option, биномо деген өтірік лохотрондарды, былайша айтқанда солармен сауда жасап жүрдім. 5 минутқа сделка ашып, 4 минутқа сделка ашып, 1 минутқа сделка ашып. Оны мен түсіндім, что бұл лохотрон екен. Бәрібір ақшамды түбінде жұлып алатынын білдім.
және де өзім соның кесірінен, білімсіздіктің кесірінен минусқа кеттім, қадалдым, слив жасадым сол ақшалардың бәрін. Ол кезде бірақ 18-ге әлі толмағам. Жай ғана былайдан ата-анамның, то есть мамамның Pocket Ocean'дан мамамның немесін удастығы арқылы аштым. Ал биномода ондай ештеңе керек болмады. Биномода еще ақшасын шығару жағында, кіргізу жағында қатты проблема болмады. Бірақ оның лохотрон екенін білдім. Сол интернеттен іздедім. Іздеп келіп интернеттен көп деген адамдарды көрдім. Көбісі сол биномо, Pocket Ocean дегендерді кәдімгідей былайынан неме жасап жүрді, реклама жасап жүрді. И бір-екі кісілерді ғана байқап қалдым, Форекспен істеп жүрген қазақтарды байқап қалдым. Сол арқылы Форекске мен ақырындап өтіп көрейін дедім. Бірақ оны әлі ол кезде өтпеген болатын. 2023-те өттім. 2023-тің ноябрь айында ма сол кездерде өттім. Қыстарда өттім. Оның алдында мен сонымен сауда жасап жүрдім. Бір минусқа кеттім, бір плюсқа кірдім, минусқа кеттім, бірақ бәрі төмендеп минусқа кеттім. Одан кейін тастап кеттім былайша ол трейдинг саласын. Бірақ ол кезде мен қатты андай неме болмайтын менде. Кәдімгідей білім алып отырып, әр ашқан сделкамызды қарастырып, білім алып, бұл неге бұлай кетті деп ондай нәрсе болған жоқ менде ол кездері. Жай ғана сделканы ашасың, қарап қойып жатасың, анализ жасайсың, сделканы ашасың, қарап қойып жатасың. Болды. Одан басқа дым болмады менде, шыны керек. Сіздерге де кеңесім Pocket Ocean, тағы да биномо деген сияқты ондайларды керек емес. Оларға жоламаңыздар. Вообще жоламаңыздар. Никак жоламаңыздар. Және де одан кейін мен солмен сауда жасап жүріп келіп 2023 жылы байқадым, чтобы Форекс деген сала бар екен. Форексте мүмкіндік бар екенін байқадым. Бірақ ол кезде нақты менде стратегия болмады и білім болмады. Жай ғана технический анализдермен ғана жасап жүрдім. Курс сатып алдым, бір-екі курс сатып алдым, бір-екісіден. Одан кейін ол кісілердің курсы тек қана сол базовый знаниялар болған соң қатты бір білімді болып кеткен жоқпын. Шыны керек. Технический анализ көрсетті. Тек қана технический анализ, соны ғана үйретті, болды. Одан басқа ештеңесін үйреткен жоқ. Шыны керек. Ал Форекске өткеннен кейін осы кезде қызық басталды. Мен қалай өттім? Шыны керек. Мен өзім жаман өкінем негізі. Ол кездері білімім болмады. То есть технический анализ базовый ғана білім болды. Кәдімгідей стратегиям болмады. Мықты бір білім болмады. Нақты стратегиялар болмады. Соның кесірінен мен алғашында өзіме уверенный болып, сенімді болып 100 мың, то есть 50 мың теңгеге кредит алдым. Сөйтіп басталды бәрі. 50 мың теңгеге кредит алдым. Одан кейін сол трейдинг саласында неме бар, A-Markets деген бар, брокер. Сол брокерді пайдаланып көрейін дедім де, пайдаланып көрдім. $100 салдым. $100 салғаннан кейін не болды арқылы? $100 басында плюсқа шығып атты, ақырындап технический анализ арқылы. Ақырындап қана сәл ғана көтерілді. Одан кейін болды ғой сол жерден бірақ слив жасап алдым. Сливімді кетіріп алдым. Ненің кесірі? Ол ненің кесірі? Әрине менде нақты стратегияның болмауының кесірі, және де технический анализбен жұмыс жасаудың кесірі. Smart Moneyмен жұмыс жасамадым ол кезде. Smart Moneyмен жұмыс жасасам, ол кезде ақшамды хотя бы ұстап қалушы едім. Және де сіздерге айтарым, сіздер сделкаға қарастырған кезіңізде мынау buy, sell деп тұрады. Қызыл, жас, көк деп тұрады ғой, солай қызыл, көк болып тұрады. Соны басар алдында ойланып, 100 рет ойланып, 1000 рет ойланып, сосын барып сіздер әрекетіңіз жасаңыз. Онсыз болмайды. Асықпаңыздар. Асығыстық ол жаман. Трейдинг саласында асығыстық деген ол өте жаман. Түсініпсіздер ма?
өте жаман. Ал енді мен сол кезде бір сделка қарастырған жоқпын. Қателігім, қанша сделка қарастырдым? Мен 10 сделка қарастырдым. Бірден 5-6 сделка қарастырдым. Сөйтіп минусқа бірақ тығылдым. Басқа толығымен тимеді, бірақ тиді. Содан кейін ол брокерден ауысып кеттім. Ол брокерден кейін мен тағы бір брокерді көрдім. Қазір айтамын, XM деген брокерді көрдім. Ол брокерде жұмыс жасау қиын екен түсіндім де, ол брокерді өткіздім. Одан кейін тағы да A-Market сияқты бір брокер бар. Атын ұмыттым. Сол брокерді көрдім. Ол брокерде де тоже болмайтынын түсіндім. Одан кейін барып немеге келдім. RoboForex деген брокерге келдім. Ол брокер өте жақсы екен, тиімді екен. Соны түсіндім де. Одан кейін барып бастадым. Ол кездері кредит алмаған болатын. То есть оның алдында кредит алдым ғой. Ол кезде бірақ қатты тығылған болматын кредитке. Одан кейін барып не істедім мен? Тағы да ақшам жоқ болды ол кезде. Стипендия болды, стипендия әлі түспеген кезде. Сол кезде мен кредит алдым. Қаншаға? 30 мыңға. 30 мыңға. Ойлаңыздар. Не үшін мен алдым оны? Не үшін алдым? Сондай ойды менде білімсіздік болғандықтан, ақымақ болғандықтан алдым. Ал сіздер өйтіп ондай мен сияқты ондай қателікті жасамаңыздар. Мен реально өзім басыма өткен нәрселерді айтып отырмын сіздерге. Енді қызығын қараңыздар. Мына жерде мен сол кезде RoboForexке тіркелдім. MetaTrader 5-тің ішінде соны тіркедім. Одан кейін барып мен естедім. Ақырындап сауда жасап кеттім. Сразу. Сол күні сразу сауда жасап кеттім. Ол күні қай күн болды? Понедельник күні болған менде. Сол кезде мен понедельник күні болған кезде сразу минусқа кеттім. Одан кейін сол минусқа кеттім. Артынша сейсенбі, вторник күні сол минусын жауып плюсқа кірдім. Плюсқа кірдім. Одан кейін барып четверг кешін істедім. Четверг күні менде тоже минус болды. Ол кезде 2-3 рет немелерімді шығарғам. $15, $20 шығарған болатын ақшамды. Одан кейін мына жерде қызығын қарасаңыз, одан кейін $15 шығарып жүрдім, бірақ менде сол $100 болды. $100 болған кезде мен не істедім? Пятница күні кіріп тоже сауда жасап көрейін мен. Может, бұл күні саудам жақсы жүріп кететін шығар деп ойладым мен. Сол кезде саудам жүрмеді. Бәрін слив жасапсам, бүкіл ақшам кетті. Ашитын ашыды. Мына басқа тиді. Одан кейін барып мен жұмыс істедім. Реально плайнан басқандай жұмыс істедім. Ол жұмыстар істеп келіп, былайша айтқанда неме болды. Жұмыс істеп келдім. Қарызым жаптым. Көп қарызым жабылған жоқ. Тек бір-ақ қарызым жапты. Басындағы 20 мың теңге деген. Сол жабылды. Одан кейін мен неме істедім? Сол жұмыс істеген ақшаларды жартысын немеге RoboForexке тағы да салдым. Рисковать етіп көрейін деп салдым. Ол кезде бірақ мен сәл білім болды. Жақсы болды. Ол кезде кішкене білетін нәрселерін білдім. Өзім жақсы біліп қалдым. Анау сабақ курс оқытқыштардың, технический анализ оқытқыштардың сабағынан қарағанда өзім реально көзбен көріп істеп үйреніп алдым. Бірақ оған ұзақ уақыт кетті. Мен 2024 жылдың күз айында ғой, сол күз айында мен несен соған рисковать етіп салып көрдім. Білімім арқылы кішкене таптым. Үстінен тауып көріп, көбейтіп, қарызымды толығымен жаптым.
кәдімгідей жаптым. Жапқаннан кейін не істедім мен? Одан кейін стипендиям түсті. Тоже істеп көрейін дедім. Ол кезде слив болды бірақ. Ол кезде слив болды. Одан кейін менің басыма тиді міне. Менде нақты не жоқ екенін түсіндім. Менде нақты қолданылатын стратегия жоқ екенін түсіндім. Білім бар, но стратегия жоқ екенін түсіндім де. Одан кейін біраз уақыт жоқ болып кеттім мынау немеде, трейдинг саласында. Жоқ болып кеттім, былай кірмедім. 1-2 ай жоғалып кеттім, өзім миымда тынышталдырдым. Одан кейін бір ай жүрдім тағы да. Елдердің ютубтан, тиктоктан көрсеткен информацияларын жинап, информациялары маған қатты пайдалы бола қойды деп айта алмаймын. Одан кейін қой дедім. Демо счет бар ғой, демо счетты білесіздер бәріңіз. Демо счетты аштым, соның ішінен $5000 аштым, то есть жоқ $3000. $3000 ең азын аштым. Одан кейін не болды? Одан кейін 2 ай болды, міне 2,5 ай болып қалды даже. Мен стратегияларын қалыптастырдым. Нақты көзім жетті, демо счетты нақты көзім жетті. Қалайынан істеу керек екенін, қандай стратегия қолдану керек екенін көзім жетті. Енді мен тек реальный счетқа ақша салу арқылы өзімнің стратегияларын қолдану арқылы нақты ақшаларымды табам, және де сіздерге көрсететін болам әлі. Енді тағы да трейдингтің шындықтарын айтайын мен сіздерге. Бұл трейдингке келген кезде сіздер сразу асығыстық жасамаңыздар. Біреуден курс аламын деп асығыстық жасамаңыздар. Анау миллионға сатады екен, көп екен, мықты екен, миллионға сатады, ол реальный, күшті деген адам жоқ ол. Ол адам қаншаға сатса да бағасына қарамаңыздар. Адам трейдинг саласының курсты сатады ғой, сол кезде қаншаға сатқанына қарамаңыздар бағасына. Оның мықтылығына қараңыздар. Оның шынайылығына қараңыздар. Ол адам шынайы ма, өтірік па, сонысына қараңыздар. Және де кейбір мен сияқты трейдерлер болады, демо счетпен істеп жүреді. Реальный счетты істей алмайды, өйткені олар кезінде мен сияқты қателесіп, минусқа тығылып, соның кесірінен реальный счетқа ақшасын сала алмайды. Ақшалар жоқ, былайша айтқанда. Енді кейбір кісілерді алатын кезде толығымен қарайсыздар, тикток профилін қарайсыздар. Бұл кісі қалайынан, бұл кісіні алуға достойный ма, недостойный ма қарайсыздар. Одан кейін сіздерді кредитке тақып кете ма, қарызға батырып кете ма, онысына қарайсыздар. Сіздерге ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба, сол жағын қарайсыздар. Сол кезде ғана сіздерде бір алған кезде что уверенность болады, сенімділік болады. Одан кейін сіздерді алдамайтынын білесіздер. Курсы қымбат емес екен білесіздер уже. Сондықтан сондай курсы қатты қымбат еместеріне барғандарыңыз дұрыс. Если ол адам жақсы үйретіп алатын болса, жақсы білетін болса, онда сіздер уверен ала берулеріңізге болады. Сіздердің ұстаздарыңызға байланысты, былайша айтқанда. Ұстаздарыңызға байланысты. Енді тағы да шындықтарды айтайын. Мен өзім сделкалар қарастырып жүрген кезде, анализ жасап жүрген кезде, көбінесе мен трендке қарсы шығып кететін. Көпшіліктің көзқарасына қарсы шығып кететін. Анализ жасаймын, белгілі бір облыстарға келген кезде көпшіліктің көзқарасына қарсы шығып кетемін. Объем жоқ. Ол мысалы нисходящий тренд кетіп барса, былайдан астыға қарай кетіп барса, мен сол жерден, мына жерде облыс тұрады, сол облысты мен сол жерге келген кезде, облысқа келген кезде мен астыға деп қарастыратын. То есть үстіге деп қарастыратын. Астындағы облысқа келген кезде, то есть үстіндегі емес, астындағы поддержка уровені бар ғой, сол жерге келген кезде үстіге деп қарастыратын.
Ол кезде не үшін қарастыратын? Өйткені поддержка аймағына келді деп қана қарастыратын. Негізінде олай емес екен. Ол жерде не манипуляция жасайды, не болмаса дистрибуция жасап, шынайы қозғалыс жасайтын болады. Манипуляция жасап, өтірік қозғалыс жасап, астыға түскен сияқты болып, сәл трендтің көзқарасы бойынша үстіге қарай өз жолын трендті өзгертіп кетеді. Сондай нәрсесі бар. Екінші нәрсесі дистрибуция, ол шынайы қозғалыс. Сол жерден жарып өтіп кетеді, поддержка уровень жарып өтіп кетеді де, болды сол кезде астыға қарай ұшады. Просто трендтің көзқарасы бойынша ұшады. Ол жерде де объемға қарайды екенбіз. Объем мықты ма, әлсіз ба, соны анықтап аламыз. Ол жерде негізінде трендке көп қарсы шығудың қажеті жоқ. Тренд қай жаққа кетіп бара жатыр, соған қарай жұмысымызды жасауымыз керек. Соған қарай ғана жұмысымызды жасап, өзіміздің сделкамызды қарастырып, пайдамызды тапсақ болады екен. Және де мына жерде мен сіздерге айтарым, сигнал сатқыштар, сигнал беретін адамдарға сенбеңіздер. Сенсеңіздер болады, бірақ сіздерде ол кезде қанша жүресіздер, сигналмен қанша ай жүресіздер, қанша жыл жүресіздер. Максимально 1 жыл жүресіздер сол сигнал арқылы. Одан кейін не болады сіздер? Ол сигнал сатқыш адам каналын жауып тастайды. Просто не болмаса басқа сигнал веб-каналға тіркеліңіз деп ақшаңызды суырып алады сіздің қалтаңыздан. Сізде ақша да жоқ, не білім де жоқ болып қалады. Сол кезде бастарыңызға тиетін болады. Айтпады демеңіздер. Және де сіздерге айтарым, тек қана білім алыңыздар. Білім алсаңыздар, сіздер біреудің стратегиясын, білімін сатып алсаңыздар, мықты. Сіздерге айтарым бар ғой, өздеріңізді минустан алып шыға аласыздар. Ол кісінің курсын сатып алғанның өзінде өздеріңізді минустан алып шыға аласыздар. Если честно, ол кісі сіздерге шынымен де беретін болса, сол стратегиясын, курсын сатып үйрететін болса, реально алатын боласыздар. Плюсті табасыздар. Ол трейдинг саласы, шексіз мүмкіндіктер саласы. Ол жерде кірдім, болды, плюсқа шығып кеттім, болды, мен байып кетем, бүйтіп кетем, сөйтіп кетем деген тема жоқ. Ол жерде кіресіздер, обязательно минус болады. Мықты трейдердің өзінде минус болады. Ал плюс болған кезде ол кісілер, мықты трейдерлер эмоцияға беріліп, артынан сделка қарастырып кетпейді. Ондай қателікті жасамайды ол кісілер. Ал новичок трейдерлер плюсқа шықты ма, артатынан сделка кіре береді. Плюсқа шықтым, тағы да шыға берем, мен уверенныймын деп, сондай менде де басымнан өткен. Уверенныймын, мен бұл кетеді, тура менің айтқанымдай болады деп ойлайды, бірақ ондай болмайды. Никак болмайды ондай. Наоборот, сіздерді минусқа тығып жібереді. Одан кейін бастарыңызға тисе тиді, тимесе, одан сайын минусқа тығылып кеп, өздеріңіз жоғалтып аласыздар. Ал енді сигнал деген ол дұрыс емес. Түсіндіңіздер ғой? Сигнал деген дұрыс емес. Біреуден 1 миллионға, 2 миллионға курс сатып алу дұрыс емес. Ол кісілердің істегенін сіз де істей аласыз. Менің істегенімді сіз де істей аласыз. Мен сияқты минусқа кеткен адам, то есть мен сияқты минусқа кеткен мен өзім минусқа, сіз де минусқа кетесіз, обязательно, новичок трейдер болсаңыз. Енді ғана келсеңіз. Сіздер курс сатып алсаңыздар да, мықты курс сатып алуларыңыз керексіздер, стратегиямен бірге беретін, нақты стратегияларды беретін, және сіз минусқа кетіп қалған жағдайдың өзінде сол стратегиялар арқылы, біліміңіз арқылы курс, то есть минусыңызды жауып алатындай, сондай бір курс сатып алуларыңыз керексіздер. Қазір TikTok'та, YouTube'та көп адамдар, курс сатқыштар көп. Сіздер соларды қарайсыздар, бірін қарайсыздар, біреуін қарамайсыздар.
сонымен миларыңыз чаталасады, мына жердегі миларыңыз уже тез қимыл жасағысы келеді, тез әрекет жасағысы келеді, сіздерге уже тез байытқысы келеді. Мына ми сіздерді тез байытып, тезірек қарыздан құтылсам екен деп сөйтіп ойлап тұрады. Сол арқылы сіздерді курсқа қарай итермелейді. Ана адам мықты қылып реклама жасап қояды өзінің курсына. Рекламадан сіз вау деп қалатындай қылдырып жасайды. Сосын кейін не болады сізде? 1 миллион, 2 миллион, 500 мың, 100 мың соған қарыз алып болсын, курсын алып қадалатын боласыздар. Негізі реклама істеген адамдардан аулақ болу керек. Реклама істейтін адамдардан аулақ болу керек. Және де тағы бір айта кетейін. Мен сіздерге тағы бір шындығымды айтайыншы. Бұны айтқым келіп отырған жоқ еді. Жарайды, айтайын, бірақ сіздерге пайдалы болсын деп мен айтамын. Робот деген нәрсе бар. Рынокта робот деген нәрсе бар. Ол роботты адамдар сатады. Оларды былайынан қылдырып сатады. Менің стратегиям, мен роботқа қос қойғым, достар. Роботты алам десеңіздер, 500 мың, 1 миллионға сатып алыңыздар менен. Өйткені менің стратегиям қосылған, міне деп өздерінің роботтардың өтірік бір прибылға шығарған видеоларын, фотоларын қойып қояды. Енді одан қалайынан құтыламыз, қалайынан олардың шырмауына түспейміз, соны мен сіздерге көрсете кетейін, айта кетейін. Біріншіден, ол кісілерге, робот сататын кісілерге еш сенбеңіздер. Кім болсын, ол қандай адам болсын, роботын алған кісілер плюсқа шығып атқан болсын, сіздер ол кісілер бәрібір ол кісілер қулықтың арқасында ғана ақша тауып отыр. Ол робот кәдімгі индикатор арқылы жұмыс істейтін робот, өздерінің стратегиясын құрмайды ол да. Өтірік бір аттарын қойып қояды, роботтың өзінің атын қойып қояды. Мысалы, Жаке, Саке, міне, Жаке трейдер деп роботтың атын қойып қояды, болды. Сіздерге приложение бар. Сол приложениеден көрсете кетемін қазір біразда. Ол приложенияның аты RD клиент деген приложение. Сол арқылы сіздер робот аша аласыздар. Ол робот, қараңыздар, RD клиенттің ішіне кірген кезде мен өзім байқадым. Сол робот сатып алған кезде менде косяк тығып жіберді, былайша айтқанда. Әлі жүрмін сол роботтың ақшасын төлеп. Енді сол роботтың то есть ноутбукқа, компьютерге кіресіздер, сол RD клиент деген неме бар, приложение бар. Сол арқылы компьютерге кіресіздер, сіздерге сол арқылы кіріңіздер дейді. Одан кейін соған кірген кезде сіздер ана жерде өздері дайындап қойған өтірік. Анау бір батырманы басасыздар, сол арқылы сіздің роботыңыз жасайды жұмысты деп өтірік сіздерге айтады. Ол робот күніге өзінің табысын, прибылін алып келіп отырады, уайымдамаңыздар деп көрсетіп қояды. И және де өзінің атын жазып қояды, ана үстіңгі жағында тұрады. Мысалы, Жаке трейдер деп қойып қояды роботының атын. Болды, сонымен көрсетіп қояды, соның прибылін жасайсыздар, уайымдамаңыздар деп. Оның ішін ақтардым мен. Ақтарып қарасам, ешқандай өздерінің қойған стратегиялар жоқ. Ешқандай стратегия деген жоқ. Жай ғана алдаушылықпен индикаторды қойып қойған. То есть ол индикатордың өзінің ішінде тұратын индикатор. Индикаторларды қаптатып қойып қойған ана жерге. Түсініксіз қылдырып, что өзі қойған сияқты, стратегия қойған сияқты қылдырып қойған, индикаторлар қойып қойған, объемдар қойып қойған. Сол арқылы робот өз жұмысын жасайды. Ол ананың стратегиясы арқылы жасамайды. Белгілі бір индикатор арқылы ғана өз жұмысын жасайтын болады ол. Және де ол бір күні сіздерді минусқа тығады, обязательно. Плюсқа алып бара бермейді ол. Сол арқылы 1 миллиондап, 2 миллиондап өздерінің ақшаларын тауып отыр олар. Кәдімгідей бар ғой. Мен бар ғой, мысалы, жалпы оған бар ғой. Ақшамды салдым, мен оған ақшамды салдым, $100 салдым. 5 күн жүрдім, 5 күнде сауда жасаған жоқ ол маған. Бір сауда жасаған жоқ. Өйткені ол робот өтірік. Ана кісіге айтсам, атын айтпай ақ қойын ол кісінің. Ол кісіге айтсам,
роботыңыз не болды, қосылмады ғой. То есть қосып қойсам 5 күн болды, әлі қосылып тұр, бірақ прибыль жасаған жоқ қой, сделка қарастырған жоқ қой, қайтайын деп айтып едім. Ой жоқ, күтіңіз тағы да, күтіңіз деп не істеді? Мені алдады. Күтіңіз, ойбай, өзі жасайды, прибыль жасайды. Ондайға никак. Осы жерден кесіп тастау керек ондай нәрсені. Тікелей. Мен сіздерге жаман болсын деп айтып отқан жоқпын. Жақсы болсын, сіздерге пайдалы болсын. Зиян тикетпесін деп айтып отырмын. Робот, сигнал, ондай ешбіріне сенбеңіздер. Ешбіріне сенбеңіздер сіздер. Робот, сигнал деген айтатын адамдардың өз түрлері алдамшы болады. Түрлеріне қараңыздаршы. Көздерінің өзі алдамшы. Бит түсірген кезде тез айтқысы келіп тұрады. Тез қимылдағысы келіп тұрады ол адамдар. Чтобы басқа кісілер менікін сатып алсын деген сияқты. Өтірік мықты қылдырып видео түсіреді, мықты қылдырып неме түсіреді, монтаждайды, мықты қылдырып. Біраз ақшаларын өтірік шашып көрсетіп қояды. Или болмаса депозитіндегі ақшаларын біраз көрсетіп қояды. Өздерінің жасаған саудаларын көрсетіп қояды. Міне менің роботым жасады деп өтірік айтады. Сол арқылы 1 миллион, 2 миллионға сіздерді қадайды. Даже 300 мың дейікші, жарайды, кемінде 300 мыңға қадайды сіздерді. Сіздерге даже бар ғой, 50 мыңға берсе де ол роботты алмаңыздар. Робот ол индикатор арқылы жұмыс істейді. Сіздер өздеріңіз-ақ қоса аласыздар, надо будет ол роботты. Өздеріңіз-ақ жасай аласыздар. Ол роботты индикатор, өтірік индикаторларды қосып, индикаторларды салып, ішіне өздеріңіз-ақ жасауларыңызға болады оны. Ешқандай да қиыншылық, ешқандай да немесі жоқ оның. Ана кісінің мен стратегиямды оған роботқа салдым десе, оған сенбеңіздер сіздер, сенбеңіздер. Ол өтірік айтады. Өтірік. Көзінің өзі алдап тұр оны. Мен өзім соған алдап қалдым. Сондықтан жаным ашқан соң сіздерге айтып отырмын. Мен сияқты алданып қалмасыншы қазағым деп. Мен не үшін айтамын оны? Ондай болса мен не үшін айтамын? Одан прибыль жасасам да мен оны сезіне алмаймын. Өйткені мен жасап жатқан жоқпын оны. Реально көзбен жасап, көріп, үйреніп, біліп, білімді болып кетіп жатқан мен емес. Ол жерде. Тек қана ана кісінің қалтасын қампитып отырған біз. Мен сияқты новичок болған трейдерлер. Роботқа алданып новичок болған трейдерлер. Ондай кісілердің қалтасын қампитып отыр. Сондықтан сол кісілерге тікелей мен осы видеодан айтып кетейін. Мені көріп отырсаңыздар, или көретін болсаңыздар, байқа қалатын болсаңыздар, сіздер роботтарыңызды тез арада өшіріп тастаңыздар. Рыноктан алып тастаңыздар. Өйткені сіздердің роботтарыңыз ешқандай да жарамайды, ешқандай да істемейді. Өтірік индикатор қосып қойып, соң 1-2 адамның, 3-4 адамның плюсқа шыққан фотосын, видеосын жіберіп қойыңыздар. Рынок алдайды, робот алдайды адамды. Басында плюсқа шығарады, но бірақ артында бәрі минусқа тығады. Маған сенбесеңіздер, өздеріңіз біліңіздер, алып көріңіздер роботты. Мен сіздерге бәрін TikTok'та түсіндіретін боламын. Ол робот туралы да түсіндіретін боламын әлі. Және де мен сіздерге айтарым, сіздер білім алыңыздар. Білімсіз бұл өмірде ештеңе шешілмейтінін мен түсіндім. Білім алып, сол білімді алғанның өзінде 1-2 ай демо счетта көріңіздерші, реалға өтіп кетпеңіздерші. Менің қателігім реалға сразу өтіп кетті. Сол демо счетта торговать етіп, стратегияны нақты жұмыс істей ме, соны біліп алмай, мен демо счетта, реальный счетқа өтіп кетуім. Соның зардабы маған тиді. Енді міне мен әлі жүрмін қарыздың ортасында, роботтың кесірінен жүрмін. Сіздерге кеңесім, вообще керек емес. Робот деген стратегияларыңыз болса, стратегияларыңызбен жұмыс істей беріңіздер. Болмаса біреуден стратегия сатып алыңыздар ыңғайлы, не болмаса менен сатып алыңыздар. Оны аяғында айтатын боламын, қандай стратегия екен. Және де сіздерге айтарым, сигналға жоламаңыздар.
Өйткені олар сіздің біліміңіз емес. Біреудің анализі, ол какой-то бір жасаған бір 2-3 жылдық оқып бітіп бар трейдердің анализі, ол максимально 1 ай 2 ай береді сіздерге анализді. Одан кейін ол да доғаратын болады. Сол кезде сіз не істейсіз? Бәрібір маған ақша табу керек дейсіз де? Не істейсіз? Өзіңіз сауда жасап көріп, бүкіл депозитіңіз жоқ қылдырасыз. Просто жоқ қылдырасыз. Болды. Енді айтайын мен сіздерге менің курсым жайлы. Менің курсым бар жоғы 1500 теңге ғана. Не үшін 1500 теңге ғана деп айтып тұрсаңыздар, ойлап тұрсаңыздар, сіздерге аяғына шейін көріңіздер, мен сіздерге бәрін түсінікті қылып подробный айтып беретін боламын. Біріншіден, қазақтардың қалтасына ауыр тимес. 1500 теңгені сіздер донорге құртып тастайсыздар. Екіншіден, мен ол жерде нақты жұмыс жасайтын 3 стратегия және 30 сабақ жүргіземін. Алдымен сіздер 30 сабақты өтесіздер. 30 сабақтың бәрін көргеннен кейін, білгеннен кейін, үйренгеннен кейін сіздерге 3 стратегия берем. 3 стратегияда сіздер сол жерде уже біліп тұрасыздар бәрін қалай істеу керек екен, сол стратегиямен қалай жұмысын жасау керек екен, соны үйреніп алатын боласыздар. Және де мен сіздерге айтайын, ол 30 сабақтың ішінде алғашқы 10 сабағы новичоктарға арналған, кәдімгі новичоктарға арналған. Ол жерде трейдинг саласы деген не, және де трейдингпен қалай жұмысымызды жасаймыз, трейдинг веб приложениесі деген не, қандай инструменттер қолданамыз, және де брокерге қалай тіркейміз, соның бәрін айтып подробный үйрететін боламыз сол 10 сабақта. Одан кейінгі қалған 20 сабағы уже трейдинг саласын білетін кісілерге арналған, трейдинг саласында минуста жүрген кісілерге арналған, не болмаса бір үйрене алмай жүрген кісілерге арналған сабақ болады. Ол жерде тақырып өтемін. Ол жерде имбаланс деген не, ордер блок деген не, чотч бос аймақтары не, олмен қалай жұмыс жасаймыз, және де ликвидность деген не, СНР стратегиясымен қалай жұмыс жасаймыз, соны мен үйрететін боламын. Және де одан кейін сіздер бәрін подробный үйреніп болғаннан кейін, ол 30 сабақты мен аяқтағаннан кейін, менде қазір 16 сабағы шығып кетті же, 17 сабағы шығып кетті. Енді қалған 13 сабағы шыққаннан кейін мен 3 стратегиямды беретін боламын. 3 стратегия нақты жұмыс жасайды, 70-90% жұмыс жасайды. Бұл және де мен сіздерге айтайын, сіздерге трейдинг саласында TikTok-тан көріп қаласыздар ғой. Менің осындай стратегиям бар, 100% жұмыс істейді. Ол 100% жұмыс істемейді. Ол максимум 70-90% жұмыс істейді. Кез келген мықты трейдерлердікі. Ал 100% жұмыс істейді деген ол өтірік. 100% жұмыс істейді десе өткізіп жіберіңіздер сразу. Видеосын өткізіп жіберіңіз. 90-70% жұмыста өзі сіздердің подходтарыңызға байланысты деп айтатын болса, онша қарай беруіңізге болады. Менікі де тоже сондай, өздеріңіздің подходтарыңызға байланысты 100% жұмыс істемейді, бірақ 90-70% аралығында жұмыс жасайды. Өздеріңіздің подходтарыңызға байланысты, білімдеріңізге байланысты, және де кішкене бір-екі рет іс-тәжірибелеріңіздің арқасында өздеріңіз көретін боласыздар. Енді оған тіркелемін десеңіздер, менде Telegram канал бар, ашық канал. Сол каналға қазір сіздер осы видеода мен астына қалдырып кетемін каналымның сілтемесін. Сол жерге кіріп тіркеліп алыңыздар. Ол жерде маған жазсаңыздар, 1500 теңгеге жабық каналды алғым келеді десеңіздер, мен сіздерге сол жабық каналды беретін боламын 1500 теңгеге. Ойлаңыздаршы, сіздердің қалталарыңызға түсіп қалатын теңгені мен білімге қалталарыңыздан түсіп қалмай, немесе донорге құртып тастамай, білімге құртқандарыңызды мен қалап отырмын. Осы жерде мен соны сіздерге мүмкіндік қылдырып жіберіп, өзім мүмкіндік қылдырып отырмын сіздерге. Ал басқалар не істейді бұны? Менің сияқты білімді алады да, менің орнымда басқа біреу болатын болса, оны алады да 100 мың, 1 миллионға сатамын дейді. Болды. Сосын сіздер соны алатын болып қаласыздар.
Ал мен мына жерде тек қана 1500 теңгеге донер алып тастайтын теңгеге мен соны тиімді қылдырып сіздерге сатып отырмын. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, миларыңыз бар болса, саналарыңызда бір ақыл естеріңіз дұрыс болса, былайша айтқанда донерге құрдастар ма, әлде білімге құрдастар ма? Өздеріңіз қараңыздаршы, миларыңыз. Бана қараңыздаршы, мен түсінбеймін ғой соны. Әлі күнге. Жарайды, ол жағы өз еріктеріңіз, өздеріңіз білесіздер. Мен трейдингтегі шындықтарымды айттым, өзімнің басымнан өткен жағдайларды айттым. Сену сенбеу өздеріңіздің еріктеріңізде, маған бәрі, мен ешкімді сендірмеймін. Мен өзімнің шындығым өзімде. Шындық әрқашан мен шындықпен өмір сүруге тырысамын. Өтіріктің артын бір тұтам деген нәрсе бар. Сондықтан сіздер менің айтқаныма сенсеңіздер болады. Және де мен тағы да айтып өтейін. Бұл жерде трейдинг саласында былайша айтқанда курсын миллиондап сататын кісілердікі мықты емес. Курсын тиімді қылдырып сататын кісілердікі мықты емес бұл жерде. Бұл жерде курсында не нәрсе бар? Және де шынайы ма ол курс? Ол адам шынайы ма, шынайы сөйлеп тұр ма? Сол нәрсе маңызды. Өтірік бүйтіп жалпақтап, сіздерді бүйтіп тартып, бірдеңе реклама жасап, өтірік тарту емес. Ол кісілер өтірік. Сөздері де өтірік, өздері де өтірік. Ол кісілерге сенбеңіздер. Және де бұл трейдинг саласына келгеннен кейін, рынокқа кіргеннен кейін сіздер асықпаңыздар. Әр қозғалыстың өзінің бір себебі болады. Ол қозғалыс лонг позицияда жүретін болса да, немесе шорт позицияда жүретін болса да, оның бір себебі болады. Принципі болады оның. Ал сіздер соның бәрін білу үшін қалайынан үйренеміз, қалайынан білеміз десеңіздер, маған жазыңыздаршы. 1500 теңгеге ғана мен сіздерге беретін боламын. Айналайын қазағым деп тұрған адамды көрмейсіздер. Мынандай 1 миллион, 2 миллионға сатып жатқан бір басқа ұлттың адамдары, немесе қазақ болса да, қазаққа жаны ашымайтын адамдарды көресіздер де, ютубтан, тиктоктан көріп қаласыздар да, соны сатып аласыздар. Мына жақта шырылдап, қазағым деп шырылдап жатқан адамдар тұрғанда, ол кісілерді алып не пайда сіздерге? Қараңыздар. Енді алу алмау өз еріктеріңізде. Менікі тек қана сіздерге пайдалы нәрсені үйрету, шындықты айту, бұл трейдинг саласында шындықпен өмір сүргізу сіздердің қалталарыңызда, сосын кемінде минусқа кеткеннің өзінде арт жағында 50 мың, 100 мың, 200 мың қалмайтындай болса, онда сіздер реалға өтпеңіздер. Менің қателігім сол болды. Сіздер ол кезде не істейсіздер? Минусқа қадалып қалсаңыздар не істейсіздер? Миларыңызда мына нәрсе пайда болады. Миларыңызда ойлайды же, миларыңыз тез қабылдауды жақсы көреді ғой. Ми деген өзі сондай ғой. Ол кезде ойлайды же. Тезірек байып кетемін. Мен бір кісінің курсын аламын да, тезірек байып кетемін. Минусқа кіріп кетім жарайды дейді. Қарыз алайын мен. Қарыз алып, мен сол кісінің немесін аламын, курсын аламын. Одан кейін болды, мен тез байып кетемін дейді. Сөйтіп ойлайды, қысқа ойлайды, бұл ми деген бар ғой. Ми деген қысқа ойлауды жақсы көреді. Мына жүрек ол қысқа ойламайды, но бірақ ол кейбір кезде зиян тигізіп кетеді. Ми мен жүрек ол кейбір кезде зиян тигізіп кетеді. Сондықтан зиян тигізбес үшін өздеріңіз шектеулеріңіз керексіздер. Бұл трейдинг саласында да шектеу арқылы өздеріңізді мықты бір табысқа шығара аласыздар. Ал өздеріңіз шектемесеңіздер, онда сіздер болды, онда кредитке батып кетесіздер, қарызға батып кетесіздер, мен сияқты болып кетесіздер, алданып қаласыздар. Сондықтан алданбас үшін мен сіздерге осы курсты мен 1500 теңгеге ғана сатып отырмын. Басқа кісілердің курсын алып, одан кейін ол кісілерден кейін қайттан курс алуға тура келіп, одан кейін тағы да курс алуға тура келіп қалмайды менің курсымда. Менің курсымда мен бір рет қарайсыздар.
бір рет қарағанның өзінде біраз үйреніп қаласыздар. 2-3 рет қарайсыздар, дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Жазып алғаннан кейін нақты үйреніп шығатын боласыздар. Одан кейін прибыл жасай бересіздер. Алла қаласа. Енді сіздермен болған мен Саят. Менің TikTok аккаунтым бар. 2 TikTok аккаунтым бар. Біріншісі оның атын ұмыттым. Біріншісі маңызды емес, екіншісі TikTokқа бүйтіп жазсаңыздар, Kaz деп ағылшынша жазасыздар. Kaz астында мынандай бір сызықшасы тұрады, астың жағында ол. Сосын трейдер ағылшынша жазасыздар. Трейдер тоже астында сызықша тұрады, 06 деп жазсаңыздар, өзі шығады. Сол каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Осы каналда да мені қолдап кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, өздеріңіз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен үшін өздеріңіздің пікірлеріңіз өте маңызды. Мүмкін бір қоя алмай жүрген сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Сұрақтарыңыз сұрай беріңіздер, қысылмаңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Сол арқылы, жауап беру арқылы сіздерді келесі видеоларында сіздердің бір мықты бір сұрақ қойған кісінің сұрағына жауап беремін. Одан кейін сол сұраққа жауап беру арқылы сіздердің күдіктеріңізді, миларыңызда жүрген сұрақтарыңызды кетіретін боламын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, бай болыңыздар.